Қызым, адамның сыртқы жылтырына емес, жүрегіне қара. Байлыққа емес, мінезіне қара. Өйткені өмірлік жарды таңдағанда жіберілген бір қателік кейде бір адамның емес, тұтас бір отбасының тағдырын өзгертеді. Бұл сөзді Айгүлдің анасы Гүлнар өмірінде талай рет айтқан, бірақ қызы анасының ескертуін сол кезде толық түсінбеді. Айгүл 27 жаста еді. Жоғары білім алған, өз еңбегімен күн көріп жүрген, тәрбиелі, сабырлы қыз болатын. Анасымен бірге тұрған шағын үйі бар. Әкесі бірнеше жыл бұрын дүниеден өткен соң, Гүлнардың бар үміті жалғыз қызына айналған. Гүлнар қызының бақытын ғана ойлайтын. Қызым, саған ең керегі мінезі жақсы, иманды, жауапкершілігі бар азамат. Ақшаның бүгін бар, ертең жоқ. Ал адамның мінезі бірге қартайғанша қалады дейтін ол. Айгүл басын изейтін. Білемін, мама, бірақ адамның жүрегі кейде ақылдым айтқанын тыңдамайды. Бір күні Айгүл анасымен таныстырмақ болып, бір ер адамды үйге ертіп келді. Мама, бұл Ерлан. Гүлнар есік алдында тұрған ер адамға үнсіз қарады. Ерлан 40-қа таяп қалған, үстіндегі киімі қымбат екені бірден байқалады. Сөзі орнықты, даусы байсалды, қолында қымбат сағат, көлігінің кілті үстел үстіне еркін тасталды. Ассалаумағалейкум, апа. Уағалейкумассалам. Гүлнар оның қолын алып амандасты. Ерлан әңгіме барысында өзінің жеке кәсібі барын, бірнеше жылдан бері жақсы табыс тауып жүргенін айтты. Алайда Гүлнардың көкейінде бір нәрсе мазалады. Балам, бұрын үйленген екенсің ғой? Ерлан сәл кідірді. Иә, балаңдар ма? Бір ұлым бар. Бірінші отбасын неге бұзылды? Бөлмеде ауыр тыныштық орнады. Айгүл анасына алаңдап қарады. Ерлан күрсінді. Апа, ол әңгімені қозғамай-ақ қояйық. Екеуміздің мінезіміз үйлеспеді. Мен қолдан келгенше отбасымды сақтауға тырыстым. Бірақ кейбір нәрсе тағдырдың жазуымен болады. Гүлнар жауап қатпады. Ол адамның өткенін жамандап отырған жоқ. Бірақ бір нәрсені анық білетін. Бірінші некесі аяқталған адамның өткенінде шешілмеген мәселе қалуы мүмкін. Қызым, асықпа, деді ол кейін оңаша қалған кезде. Айгүл анасының иығына басын қойды. Мама, мен оны жақсы көрем. Жақсы көру жеткілікті деп ойлайсың ба? Ол маған өте жақсы қарайды. Әрқашан қасынан табылады. Маған үй алып берем дейді. Гүлнардың жүрегі шым етті. Саған үй керек емес, қызым. Саған сенімді адам керек. Айгүл үнсіз қалды. Бірақ ерлар күн өткен сайын оның өмірінде маңызды орын ала берді. Ол Айгүлге гүл әкелетін, күтпеген жерден жұмысына барып алып кететін, анасына да сыйлық жасап, құрмет көрсететін. Бір күні тіпті Гүлнардың дәрісін алып беріп, апа, енді өзімізді жалғыз сезінбеңіз, Айгүл екеуміз сізге қараймыз, деді. Гүлнардың күдігі аздап сейілді. Ақыры ол қызының бақытын бірінші орынға қойды. Үйлену тойы қарапайым өтті. Айгүл ақ көйлек киіп, бақыттан жүзі балбыл жанды. Ерлан оның қолын ұстап, енді сен менің ең жақын адамымсың, деді. Айгүл сол сөзге шын сенді. Бірнеше ай өте шықты. Жас отбасы Ерланның қала сыртындағы үлкен үйінде тұра бастады. Үйдің іші сәнді болатын. Ауласында бірнеше көлік тұрды. Ерланның бизнесі де сырт көзге жақсы жүріп жатқандай көрінді. Айгүл алғашында өзін бақытты сезінді. Бірақ бірте-бірте күйеуінің мінезі өзгере бастады. Телефонын қолынан тастамайтын болды. Кейбір қоңырауларды басқа бөлмеге шығып сөйлесетін. Кейде түн ортасында үйден шығып кететін. Қайда барасың деп сұраса, қысқа ғана жауап беретін. Жұмыс. Бір күні Айгүл оның үстелінен кездейсоқ бір құжат тауып алды. Құжатта үлкен көлемдегі мүлік көрсетілген. Үй, жер, компаниядағы үлес, банк шоттары. Айгүл құжатты қайта орнына қойды. Кешке күйеуінен сұрады. Ерлан, мына мүліктердің бәрі сенікі ме? Ерлан бірден қабағын түйді. Неге сұрап отырсың? Жай ғана білгін келді. Саған оның не қажеті бар? Айгүл алғаш рет оның даусынан суықтық сезді. Мен сенің әйеліммін ғой. Әйелім болғаның менің бүкіл мүлкімді сұрауыңа құқық береді деген сөз емес. Бұл сөз Айгүлдің жүрегіне қатты батты, бірақ ол үндемеді. Көп ұзамай Ерланның бірінші әйел туралы күтпеген хабар жетті. Бір күні Айгүлге белгісіз нөмірден қоңырау түсті. Сіз Айгүл боласыз ба? Иә.
Менің атым Динара. Қай Динара? Әйел біраз үнсіз тұрды. Ерланның бірінші әйелі. Айгүлдің қолындағы телефоны дір ете қалды. Сізге не керек? Сізге ескерту керек. Нені? Ерлан сізге өзінің өткенін толық айтқан жоқ. Айгүл орнынан тұрып кетті. Мені айтпады. Динараның даусы дірілдеп шықты. Оның сіз ойлағандай жағдайы жоқ. Мүлікке қатысты үлкен дау бар. Менің де құқығым бар. Ал Ерлан сол мүліктің бәрін өз атына өткізу үшін сізге үйленген болуы мүмкін. Айгүл демін ішіне тартып қалды. Сіз не айтып тұрсыз? Мен сізге дәлел көрсетемін. Қоңырау үзілді. Айгүл ұзақ уақыт телефонға қарап отырды. Сол түні Ерлан үйге кеш келді. Есіктен кіргенде оның киімі шаң болып, маңдайында жара бар еді. Саған не болды? Ештеңе. Бетімдегі жара ше? Ерлан жауап бермеді. Сол сәтте оның телефоны шырылдады. Экранда бір ғана сөз көрінді. Динара. Ерлан телефонды тез өшірді. Айгүлдің жүрегі зу ете түсті. Сен онымен сөйлестің бе? Ерлан бірден оған бұрылды. Сен менің телефонымды қарап жүрсің бе? Жоқ, экраннан көрдім. Ұмыт бұл әйелді. Неге? Өйткені ол менің өмірімді қотып бітпей қоймайды. Айгүл алғаш рет күйеуінің ашуын көрді. Ерлан есікті тарс жауып, бөлмесіне кіріп кетті. Ал Айгүл ас үйде жалғыз қалды. Сол түні ол анасына қоңырау шалмақ болды. Бірақ қоңырау шалуға батылы жетпеді. Мамаға айтсам, ол менің қателескенімді айтады. Ол көз жасын сүртті. Алайда таң атқанша көз іле алмады. Таңертең үйдің алдына қара түсті көлік келіп тоқтады. Көліктен екі ер адам түсті. Олар үйдің есігін қатты қақты. Ерлан сыртқа шықты. Бірнеше минуттан кейін дауыс көтерілгені естілді. Құжаттарды бер. Біз саған соңғы рет ескертіп тұрмыз. Айгүл терезеден қарап тұрды. Кенет бір ер адам Ерланды итеріп жіберді. Ерлан құлап барып қайта тұрды. Бұл үй енді сенің үйің емес, деді әлгі адам. Айгүл шошып кетті. Өйткені дәл сол сәтте Ерлан оған бұрылып, Айгүл, ішке кір, қазір, деп айқайлады. Бірақ бәрі кешеді. Үйдің есігі ашылып, белгісіз адамдар ішке кірді. Ал олардың қолындағы папкада бір ғана құжат бар еді. Айгүлдің аты жазылған құжат. Үйге кірген екі ер адам Айгүлдің жанына жақындағанда, оның жүрегі дүрсілдеп кетті. Алдыңғысы 40-тар шамасындағы жүзі қатулы адам еді. Қолындағы қоңыр папканы үстелге қойып, Айгүл ханымсыз ба? Деді. Иә. Мына құжатқа өзіңіз қол қойғансыз ба? Айгүл қағазға қарады. Бірнеше секунд бойы ештеңе түсінбеді. Құжаттың төменгі жағында өзінің аты жөні тұр. Тіпті қолы да дәл өз өр қолындай көрінеді. Мен мұндай құжатқа қол қойған жоқпын. Ер адам қабағын көтерді. Сенімдісіз бе? Әрине. Онда бұл қолтаңба қайдан пайда болғанын күйеуіңіз түсіндірер. Айгүл Ерланға қарады. Күйеуінің өңі қуарып кеткен. Ерлан? Ол үндемеді. Мынау не? Ерлан әлгі адамдарға бұрылды. Мұндай емес, сыртта сөйлесеміз. Жоқ, деді әлгі адам. Енді бәрі оның көзінше айтылуы керек. Айгүлдің бойын қорқыныш биледі. Маған біреу түсіндіріңіздерші, бұл қандай құжат? Ер адам папканы ашты. Бұл үйдің және осы үйге тиесілі жердің бір бөлігі сіздің атыңызға рәсімделген. Бірақ бұл рәсімнің заңдылығына күмән бар. Айгүл орнынан тұрып кетті. Менің атыма ма? Иә. Неге? Ерлан бірден. Айгүл, сен қазір ештеңеге араласпа. Қалай араласпайын? Менің аты жөнім тұр ғой? Ол күйеуіне жақындады. Сен менің атымды қайда пайдаландың? Ерлан көзін тайдырды. Сол сәтте сырттан тағы бір көлік келіп тоқтады. Есіктен Динара кірді. Айгүл оны бірден таныды. Телефон арқылы естіген дауыс енді алдында тұр еді. Динараның жүзі шашаңқы болатын. Қолында қара сөмке бар. Ол Айгүлге қарады да, мен сізге ескерткен едім, деді. Ерлан ашуға булықты. Сенің мұнда не қатысың бар? Динара оған суық қарады. Менің қатысым сен ойлағаннан да көп, Ерлан. Кет бұл жерден. Кетпеймін. Ол сөмкесінен бірнеше құжат шығарды. Өйткені бұл үйдің тарихын сенен артық білетін адам жоқ деп ойлайсың. Бірақ мен бәрін білемін. Айгүл Динараға жақындады. Маған шындықты айтыңызшы. Динара оның көзіне тіке қарады. Ерлан екеуміз
12 жыл бұрын үйлендік. Біз бірге бизнес бастадық. Сол кезде бұл үйді сатып алдық. Бірақ ақша тек менің де, оның да еңбегімен жиналды. Ерлан айқайлап жіберді. Жетеді! Динара тоқтамады. Кейін оның ағасы қайтыс болды. Артында үлкен мұра қалды. Сол мұраға байланысты туыстары арасында дау шықты. Ерлан сол мүліктің бәрін өз бақылауына алғысы келді. Айгүлдің жүрегі қысылды. Ал сіздің оған қандай қатысыңыз бар? Мен оның бірінші әйел ретінде ғана емес, сол кезде компанияның тең құрылтайшысы ретінде де құжаттарға қол қойғанмын. Айгүл күйеуіне қарады. Сен мұны маған неге айтпадың? Ерлан жақындап келді. Өйткені сен түсінбейтін нәрсе. Мені ақымақ деп ойладың ба? Айгүл, жоқ, маған шындықты айт. Ерланның жүзі өзгерді. Бірнеше секунд үнсіз тұрған соң, мен сені бұл мәселеге араластырғым келмеді деді. Динара мысқылдап күлді. Жоқ, сен оны әдейі араластырдың. Айгүл оған бұрылды. Нені айтып тұрсыз? Динара үстелге тағы бір құжат қойды. Осыны оқыңыз. Айгүл құжатты қолына алды. Бұл жолы оның тынысы тарылып кетті. Құжатта үйдің бір бөлігіне Айгүлдің аты көрсетілген, бірақ төменгі жағында бір тармақ бар еді. Егер Ерлан мен Айгүлдің некесі бұзылса, немесе Айгүл қайтыс болса, мүліктің негізгі бөлігі басқа адамға өтетіні жазылған. Бұл кім? Деді Айгүл сыбырлап. Динара үнсіз қалды. Айтыңызшы. Динара Ерланға қарады. Айтатын уақыт келді. Ерланның көзі төмен түсті. Ол менің ұлым. Айгүлдің қолында қағаз жерге түсіп кетті. Сенің ұлының? Иә. Бірақ оның аты неге менің құжатымда тұр? Ерлан жауап бермеді. Динара. Себебі Ерлан сенің атыңды пайдаланып, баласына мүлік қалдырудың жолын жасаған. Бірақ мәселе мұнымен бітпейді. Тағы не бар? Динара сөмкесінен флешка шығарды. Мұнда бәрі жазылған. Ерлан бірден оған ұмтылды. Оны бер. Динара шегініп үлгерді. Жақындама. Екі ер адам Ерланды тоқтатты. Айгүл сол сәтте күйеуіне бұрын соңды болмаған үреймен қарады. Ол үйленген адамның жанында тұрғанымен, өзін алғаш рет бөтен адамның үйінде жүргендей сезінді. Динара флешканы қолына қысып, мұнда сенің бірінші некедегі құжаттарың ғана емес, ақша аударымдар да бар. Ерланның өңі өзгерді. Сен оны қайдан алдың? Өзіңнің сейфіңмен. Айгүл бірден. Сейф? Ерлан үндемеді. Сенің үйіңде сейф бар ма? Айгүл тыныштал. Қай жерде? Ол жауап бермеді. Айгүл үйдің жоғарғы қабатына жүгіріп шықты. Ерлан артынан. Айгүл, тоқта! Бірақ әйел жатын бөлмеге кіріп, шкафты ашты. Киімдердің арасынан қабырғаға орнатылған шағын темір есікті көрді. Ол бір сәтке қатып қалды. Құдайым! Ерлан бөлмеге кірді. Оны ашпа. Айгүл артына бұрылды. Неге? Өйткені онда саған қажет емес нәрселер бар. Мен енді саған сенбеймін. Ол есікті ашуға тырысты. Ерлан қолынан ұстап қалды. Айгүл, қолыңды жібер. Сен не істеп жатқаныңды білмейсің. Ал сен не істегеніңді жақсы білесің. Айгүл бар күшін салып қолын босатты. Сол кезде төменнен Динараның айқайы естілді. Айгүл, кез төмен түс. Айгүл баспалдаққа жүгірді. Төменге түскенде үйдің есігі ашық тұрған. Ал әлгі екі ер адамның бірі жерде қансырап жатты. Динара терезе жақта тұр. Екінші адам. Олар қашып кетті, деп айқайлады. Кім? Екі адам үйге кіріп папканы тартып алмақ болды. Айгүлдің жүрегі аузына тығылды. Қандай папканы? Бәрі үстелге қарады. Қоңыр папка жоқ. Оны біреу алып кеткен. Ерлан үндемей тұрды. Динара оған қарап. Енді түсіндің бе? Мәселе тек үйде емес. Айгүл. Онда не туралы? Динараның көзіне жас толды. Бұл мүліктің ішінде сенің әкеңнен қалған мұраға қатысты құжат бар. Айгүл селк ете қалды. Менің әкем бе? Иә. Бірақ әкем Ерланды ешқашан танымайтын. Танитын. Бұл сөз Айгүлдің бүкіл әлемін төңкеріп жіберді. Не айтып тұрсыз? Динара үнсіз жылап жіберді. Сенің әкең мен Ерланның арасында 15 жыл бұрын болған бір оқиға бар. Сол оқиға үшін Ерлан бірінші отбасынан айырылды. Айсұлу. Айгүлдің аяғы әлсіреп орындыққа отыра кетті. Ол қандай оқиға?
Динара жауап беруге үлгермеді. Сыртта көліктің моторы гүрете қалды. Терезеден қарағанда қара көлік ауладан қатты жылдамдықпен шығып күнна жатты. Ерлан сол көлікті көріп бірден: «Жоқ, олар құжатты тауып алған», деп айқайлады. Ол есікке қарай жүгірді. Айгүл артынан: «Ерлан, тоқта, маған бәрін айт». Бірақ күйеуі көлікке отырып көзден ғайып болды. Үй ішінде ауыр тыныштық орнады. Динара Айгүлдің жанына келіп: «Қазір анаңызға хабарласыңыз». «Неге?» «Өйткені бұл адамдар сіздің артыңыздан келуі мүмкін». Айгүлдің қолы дірілдеп, телефонын алды. Гүлнарға қоңырау шалды. Телефон ұзақ шырылдады. 1 рет, 2 рет, 3 рет. Жауап болмады. «Мама неге көтермейді?» Сол сәтте оған белгісіз нөмірден хабарлама келді. Айгүл экранға қарады. Бір ғана сөйлем жазылған: «Анаңды іздеме. Егер шындықты білгің келсе, жалғыз кел». Ал хабарламаның соңында бір мекенжай тұрды. Бұл оның әкесі қайтыс болған ескі үйдің мекенжайы еді. Айгүлдің жүрегі мұздап сала берді. Өйткені ол үйге 15 жылдан бері ешкім бармаған. Ал дәл сол сәтте Динара сыбырлап: «Ол үйде сенің әкеңнің өліміне қатысты жауапсыз қалған құпия бар», деді. Айгүл телефонды қолынан түсірмей, экрандағы мекенжайға қайта-қайта қарады. Бұл балалық шақ өткен ескі үйдің мекенжайы еді. Әкесі қайтыс болғаннан кейін анасы ол үйді сатуға бірнеше рет әрекеттенген. Бірақ әр жолы белгісіз себеппен сатып алушы келісімнен бас тартатын. Ақырында Гүлнар үйді жауып, кілтін сандыққа салып қойған. Айгүл ол жерге соңғы рет 15 жыл бұрын барған. Сол күні әкесі тіреді. Ал кешке қарай оның өмірі бір жола өзгерген. «Динара, мен баруым керек», деді Айгүл. «Жалғыз бармаңыз». «Егер бармасам, анамның не болғанын білмеймін. Бұл тұзақ болуы мүмкін». Айгүл көзін сүртті. «Мүмкін, бірақ мен үйде отырып та ештеңе өзгерте алмаймын». Динара оның қолынан ұстап қалды. «Онда мен сізбен бірге барам». «Жоқ, хабарламада жалғыз кел деген». «Олар сіздің жалғыз екеніңізге сену үшін ғана солай жазған. Ал мен сізді жалғыз жібермеймін». Айгүл бірақ үнсіз тұрды. Сосын басын изеді. Екеуі жолға шықты. Ескі үй қаланың шетіндегі тыныш көшеде орналасқан еді. Кешкі аспан сұрланып, жаңбыр сіркіреп тұрды. Айгүл көліктен түскенде жүрегін белгісіз үрей қысты. Қақпа бұрынғыдай тот басып тұр. Аулада әкесінің өзі отырғызған алма ағашы әлі өсіп тұр екен. Ол ағашқа ұзақ қарады. Бала кезінде әкесі: «Қызым, бұл ағаш сенің жасыңмен бірге өсет» дейтін. Айгүлдің көзінен жас ақты. «Әкем». Динара оның иығына қолын қойды. «Кірейік». Есіктің құлтын ашқанда іштен ескі ағаштың шанның иісі келді. Бөлмелердің бәрі сол күйінде қалған. Қабырғада әкесінің суреті тұр. Үстелдің үстінде ескі сағат. Сөрелерде кітаптар. Айгүл әр затқа қол тигізіп, балалық шағын еске алды. Кенет ол тоқтап қалды. «Динара». «Иә». «Мына суретке қараңыз». Қабырғадағы әкесінің суретінің жанында тағы бір адам тұрған. Сурет ескі болғандықтан жүзі анық көрінбейді. Динара суретті қолына алып мұқият қарады. Бірнеше секундтан кейін өңі өзгерді. «Бұл Ерлан». Айгүлдің денесі мұздап кетті. «Не?» «Бұл Ерлан. Ол менің әкемді қайдан білген?» Динара жауап бермеді. Суреттің артқы жағында кішкентай жазу бар екен. Айгүл оны бауыстап оқыды. «Бәрі осы жерден басталды. 2011 жыл». 2011, деді Айгүл сыбырлап. Сол кезде екінші қабаттан әлсіз дыбыс естілді. Тарс. Екеуі бір-біріне қарады. «Бұл не?» деді Айгүл. Динара саусағын ерніне апарды. «Тыныш». Тағы бір дыбыс шықты. Бұл жолы анық естілді. Біреу жоғарда жүр. Динара Айгүлді артына жасырды. «Осы жерде тұрмыз». «Жоқ». «Айгүл!» Мен қашып шаршадым. Екеуі баспалдақпен ақырым көтерілді. Жоғарғы қабатта қараңғы. Дәліздің соңындағы есік сәл ашық тұр. Айгүл есікке жақындап: «Мұнда кім бар?» Жауап болмады. Ол есікті ашты. Бөлме бос еді, бірақ терезе ашық тұр. Перде желмен тербеліп жатты. «Біреу жаңа ғана кеткен», деді Динара.
Айгүл бөлмені қарап шықты. Үстелдің үстінен шағын темір қорап көрді. Оны ашқанда ішінен кассета шықты. Кассетаның сыртында бір ғана жазу бар. Гүлнарға берілмесін, Айгүлдің өзі тыңдасын. Айгүлдің жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл не? Динараның даусы бәсеңдеді. Әкеңіз қалдырған болуы мүмкін. Ескі магнитофонды бірнеше минут іздеп тапты. Құрылғы әрең жұмыс істеді. Кассетаны салғанда бөлме ішін сықырлаған дыбыс басты. Содан кейін ер адамның дауысы естілді. Айгүл бірден таныды. Әке! Жазбадағы дауыс әлсіз, асығыс шықты. Егер бұл жазбаны Айгүл тыңдап отырса, демек менің күдігім рас болғаны. Айгүлдің көзінен жас парлап кетті. Қызым, мен саған бұл туралы айтуға үлгермедім. Ерланға сенбе. Оның қолында сенің отбасыңа қатысты құжат бар. Бірақ ең маңыздысы, ол құжатта емес. Кассета бір сәтке сықырлады. Менің өлімім табиғи жағдай емес. Айгүл аузына қолын басты. Динараның жүзі ағарып кетті. Егер маған бірдеңе болса, Гүлнарға ештеме айтпа. Оны қорқытып, үйді тартып алуға тырысуым мүмкін. Ал Айгүл кәмелетке толған соң ғана. Жазба аяқ астынан үзіліп қалды. Жоқ, деді Айгүл. Жалғасы қайда? Ол магнитофонды қайта қосып көрді, бірақ кассета тоқтап қалған. Динара қорапты қайта тексерді. Ішінен тағы бір қағаз шықты. Онда екінші бөлігі сейфте. Қай сейф? Деді Айгүл. Динара оған қарап. Әкеңіздің үйінде. Екеуі төменге түсті. Айгүл әкесінің кабинетіндегі әр затты тексере бастады. Кітап сөрелері, жәшіктер, ескі шкаф. Ештеңе жоқ. Сол кезде Динара қабырғадағы сағатқа қарады. Бұл сағат тоқтап тұр. Әкем оны ешқашан жөндетпейтін. Динара сағатты қабырғадан алды. Артында кішкентай металл панель тұр екен. Айгүл оны басқанда қабырға ішінен сықырлаған дыбыс шықты. Жасырын сейф ашылды. Ішінде бірнеше бума құжат пен ескі конверт жатты. Айгүл конвертті ашқанда ішінен өзінің туу туралы куәлігінің көшірмесі шықты. Мұның мұнда не қатысы бар? Динара құжатқа қарап қатып қалды. Айгүл, не болды? Мұнда бір нәрсе дұрыс емес. Нені айтып тұрсыз? Динара құжаттағы бір жылды саусағымен көрсетті. Туған күніміз. Айгүл қарады. Не болыпты? Сенің туу туралы құжатыңда әкеңнің аты басқа түрде жазылған. Қалай? Динара жауап бермеді. Айгүлдің қолы дірілдей бастады. Сол сәтте сырттан көлік дыбысы естілді. Бір көлік емес, 2, 3. Динара терезеге жақындады. Біз жалғыз емеспіз, аулаға 3 қара көлік кіріп келе жатты. Айгүл терезеден қарап тұрды. Алдыңғы көліктен Ерлан түсті. Бірақ оның жанында тағы бір адам бар еді. Айгүл әлгі адамды көргенде демі тоқтап қалды. Бұл Динара. Кімді таныдыңыз? Айгүл сыбырлады. Менің әкемнің ескі досы. Бірақ ол әкем қайтыс болған күні біздің үйде болған. Ерлан үйге қарай келе жатты. Қолында қара папка бар. Динара бірден. Құжатты тауып алған. Айгүл сейфке қайта қарады. Ішінде әкесінің жазбасымен бірнеше құжат жатыр. Сырттан есік қатты қағылды. Айгүл, есікті аш! Бұл Ерланның дауысы. Айгүл үнсіз қалды. Екінші рет есік ұрылды. Мен бәрін түсіндіремін. Динара Айгүлге жақындады. Сен оған сенбе. Айгүл көз жасын сүртіп. Мен енді ешкімге оңай сенбеймін. Есік тағы да қатты соғылды. Сол сәтте Айгүл сейфтен әкесінің соңғы конвертін алды. Конверттің сыртында. Егер Ерлан менің үйіме қайта келсе, бұл хатты оқы. Себебі сенің өміріндегі ең үлкен өтірік, оның бірінші некесі емес. Айгүл хатты ашуға қолын созды. Бірақ дәл сол кезде есік сынды. Ерлан мен оның жанындағы адамдар үйге басып кірді. Ал Айгүл хатты кеудесіне қысып ұстаттырды. Ерлан оны көргенде бір-ақ ауыз сөз айтты. Айгүл, сен бұл хатты оқысаң, мені жек көріп кетесің. Ерланның соңғы сөзі бөлмені мұздай тыныштыққа беледі. Айгүл хатты кеудесіне қыса түсті. Сен мені жек көреді деп қорқасың ба? Деді ол дірілдеген дауыспен. Мен қазірдің өзінде сенің кім екеніңді түсінбей тұрмын. Ерлан бір қадам алға басты. Айгүл, хатты маған бер.
Жоқ, бұл сенің әкеңнің жазбасы емес. Оны қайдан білесің? Ерлан үнсіз қалды. Айгүлдің жүрегі тағы да су ете түсті. Сен бұл хаттың бар екенін бұрыннан білдің. Иә. Демек, әкем қайтыс болғаннан кейін осы үйге келгенсің. Мен келгенмін. Неге? Ерлан көзін төмен түсірді. Кейбір нәрселерді түсіндіру қиын. Маған енді қиын сөз керек емес. Маған шындық керек. Сол сәтте Ерланның қасында тұрған егде адам алға шықты. Айгүл оны тағы бір рет мұқият қарады. Сіз әкемнің досысыз. Иә. Сол күні осында болдыңыз. Ер адам ауыр күрсінді. Болдым. Әкем қайтыс болған күні не болды? Ол жауап бермеді. Динара ашуға болғып. 15 жыл бойы үнсіз жүрдіміз. Енді сөйлейтін уақыт келді. Ер адам Айгүлге қарады. Әкеңіз өлер алдында маған бір өтініш айтқан. Қандай? Қызымды бұл адамдардан қорға деді. Айгүлдің көзінен жас ақты. Қандай адамдар? Ер адам Ерланға қарады. Ерлан бірден, жетеді. Жоқ, Ерлан, жеткені сенің өтірігің. Айгүл қатты айғайлады. Мен саған сені тұрмысқа шықтым. Анама сенің жақсы адам екеніңді айттым. Ал сен мені не үшін таңдағаныңды да білмеймін. Ерланның жүзі солып кетті. Мен сені алғаш көргенде... Ол тоқтап қалды. Не? Сенің әкеңе ұқсайтыныңды көрдім. Айгүлдің жүрегі дір етті. Менің әкеме? Иә. Сонда мені әдейі іздедің бе? Ерлан жауап бере алмады. Динара көзін жұмып. Мен айттым ғой. Оның өткенінде сен білмейтін нәрсе көп. Айгүл хатты ашты. Қағаздың алғашқы жолында қызым Айгүлге деп жазылған. Ол жылап тұрып оқи бастады. Қызым, егер бұл хат сенің қолыма тиген болса, менің саған айта алмай кеткен сөздерім бар. Мен сенің әкең ретінде өмірімдегі ең үлкен қателікті жасадым. Біреуге тым қатты сендім. Сол сенім отбасымызға қайғы әкелді. Айгүлдің даусы дірілдеп шықты. Ерлан, менің серіктесім болған. Бір кездері екеуміз бірге кәсіп бастадық. Мен оны туған інімдей көрдім. Бірақ кейін ақша мәселесінде арамызда дау шықты. Ол менің қолындағы құжаттарды пайдаланғысы келді. Мен келіспедім. Ерлан теріс қарап кетті. Айгүл оған қарады. Неге үндемейсің? Ерланның көзінен жас көрінді. Бірақ Айгүл оның жылағанына да сене алмады. Хат жалғасты. Сол кезде мен үлкен қателік жасап, кейбір мүлікті қызымның атына алдын ала рәсімдеп қойған едім. Оны ешкім білмеуі керек болатын. Бірақ Ерлан біліп қойды. Айгүлдің қолы қалтырады. Мүлік? Динара жақындады. Жалғастырымыз. Айгүл оқи берді. Мен өлгеннен кейін бұл мүлікті тартып алуға әрекет жасалатынын сездім. Сондықтан құжаттардың бір бөлігін жасырдым. Бірақ ең маңызды құжатты нотариусқа қалдырдым. Қай нотариус? Деді Айгүл. Хатта жауап жоқ еді. Келесі бет жыртылып алынған. Жоқ, деп Айгүл айқайлап жіберді. Бір бет жоқ. Ерлан бірден. Сондықтан бұл хатты оқудың қажеті жоқ. Айгүл оған бұрылды. Неге? Өйткені жыртылған бетте сенің отбасына қатысты нәрсе бар. Сен оны көрдің бе? Ерлан үндемеді. Динара. Көрген, әрине көрген. Сол кезде сырттан сирена дауыс естілді. Бәрі терезеге қарады. Аулаға полиция көлігі кіріп келе жатты. Ерланның қасындағы адам бірден қобалжып, біз кетуіміз керек. Ерлан оған бұрылды. Сен полицияны шақырдың ба? Жоқ. Динара Айгүлге қарады. Мен шақырдым. Неге? Өйткені сенің өмірме қауіп төніп тұр. Полиция үйге кіріп барлығын тексере бастады. Бірақ ең қызығы, Ерланды ешкім ұстамады. Офицер құжаттарды қарап, бұл жерде мүлікке қатысты азаматтық дау бар. Қылмыстық іс бойынша нақты дәлел керек, деді. Айгүлдің көңілі түсіп кетті. Ал анам ше? Офицер оған қарады. Анаңыздың қайда екенін әлі анықтай алмадық. Айгүлдің жүрегі ауырып кетті. Мен оны табуым керек. Сол түні Айгүл Динараның үйінде қалды, бірақ көз ілмеді. Түнгі сағат 3-те телефоны шырылдады. Белгісіз нөмір. Тыңдап тұрмын. Ар жақтан ер адамның дауысы естілді. Анан тірі. Айгүлдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Мама қайда? Оны көргің келсе, таңғы сағат 7-де ескі вокзалға кел.
Сен кімсің? Бұл маңызды емес. Анамды не үшін алып кеттіңдер? Біз алып кеткен жоқпыз. Онда кім? Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сенің күйеуіңнің өзі бұл істі бастаған. Қоңырау үзілді. Айгүл орнынан атып тұрды. Динара да оянып кеткен. Не болды? Анам тірі екен. Кім айтты? Білмеймін. Таңертең вокзалға баруым керек. Динара басын шайқады. Бармайсың. Мен барам. Бұл анық тұзақ. Егер анам сол жерде болса ше? Динара жауап бере алмады. Таңғы 7-ге 10 минут қалғанда екеуі вокзал маңына жетті. Адам көп. Пойыздар келіп кетіп жатыр. Айгүл жан-жағына алаңдап қарады. Мама қайда? Динара, сабыр сақта. Сол сәтте Айгүлге бір әйел жақындады. Қолында шағын сөмке, беті шаршаған, бірақ Айгүл оны бірден таныды. Мама! Гүлнар қызын көргенде жүгіріп келіп құшақтады. Екеуі бір-бірін қысып ұстап жылап тұрды. Қызым, мама, сізге не болды? Мен ештеңе түсінбеймін. Кеше үйден шыққанда бір көлік тоқтап, мені қорқытып алып кетті. Бірақ жолда біреу есікті ашып, қашып кетуіме мүмкіндік берді. Кім? Гүлнар басын шайқады. Білмеймін. Динара кенет. Апа, сізді кім алып кеткенін білмесеңіз де, бір нәрсені көрдіңіз бе? Гүлнар ойланып қалды. Е, мені? Көлікте отырған адамның қолында бір жүзік болды. Айгүл, қандай жүзік? Гүлнар қолмен белгі көрсетті. Қара тас салынған алтын жүзік. Динараның өңі өзгерді. Мұндай жүзікті мен Ерланнан көргенмін. Айгүлдің бойынан күш кетіп бара жатқандай болды. Бірақ дәл сол сәтте Гүлнар қызының қолындағы хатты көрді. Қызым, иә? Гүлнар хатқа ұзақ қарап тұрды. Сосын сыбырлап, бұл хатты қайдан алдың? Әкемнің үйінен. Гүлнардың жүзі әп-сәтте өзгерді. Сен ол үйге бардың ба? Иә. Мен саған ол үйге жалғыз барма деген едім. Мама, сіз бұл хатты бұрын көрдіңіз бе? Гүлнар үнсіз қалды. Айгүл анасының иығынан ұстап. Мама, өтінем, маған шындықты айтыңыз. Гүлнардың көзінен жас шықты. Мен бұл хаттың бар екенін білгенмін. Айгүл шошып кетті. Неге маған айтпадыңыз? Өйткені әкең маған бір ғана нәрсені аманаттаған. Не? Гүлнар қалтасынан кішкентай ескі кілт шығарды. Егер бір күні Ерлан қызыма үйленсе, осы кілтті оған ғана бер деді. Айгүл кілтті қолына алды. Бұл қай жердің кілті? Гүлнар жауап берместен көз жасын сүртті. Сенің әкеңнің банктегі жеке сейфінің кілті. Айгүл мен Динара бір-біріне қарады. Бірақ Гүлнардың келесі сөзі бәрінен де ауыр еді. Қызым, сол сейфте сенің туған күніңе қатысты бір құжат бар. Қандай құжат? Гүлнардың дауысы дірілдеді. Сенің биологиялық әкең туралы құжат. Айгүлдің қолындағы кілт жерге түсіп кетті. Ал алыстан қара көлік олардың жанынан баяу өтіп бара жатты. Көліктің терезесінен Ерлан қарап тұр еді. Ол Айгүлге бір-ақ рет көз тастады да, көлік көзден ғайып болды. Айгүл сол сәтте бір нәрсені анық түсінді. Бұл дау мүлік үшін ғана емес еді. Оның бүкіл өмірі туралы шындық бір сейфтің ішінде жасырынған. Айгүл вокзалдың ортасында қозғала алмай біраз тұрды. Анасының қолындағы кішкентай кілтке қарап, оның бүкіл өмірі бір сәтте жалған болып кеткендей сезінді. Мама, деді ол ақырын ғана. Менің биологиялық әкем кім? Гүлнар көзін төмен салды. Бұл сұраққа мен бүгін жауап беруге дайын емеспін. Ал мен ше, мен дайынмын ба? Гүлнар үнсіз қалды. Айгүлдің дауысы дірілдеді. Менің әкем деп жүрген адам менің әкем емес пе? Ол сені өз қызындай өсірді. Бірақ ол менің туған әкем емес пе? Гүлнардың көзінен жас ақты. Қызым, жоқ мама, енді мені аямаңыз. Өмір бойы мен білмеген шындықтың кесірінен бәрі осылай болды. Ерлан мені не үшін таңдады? Әкемнің мүлкі неге менің атыма жазылғанын? Бірінші әйелі неге мені іздеді? Ең бастысы, менің әкем кім? Гүлнар терең дем алды. Әуелі сейфті ашайық. Динара да үнсіз басын изеді. Сейф орналасқан банкке олар түске қарай жетті. Гүлнар құжаттарын көрсетті.
Банк қызметкері кілтті тексеріп, бірнеше рәсімнен кейін оларды арнайы бөлмеге кіргізді. Айгүлдің жүрегі қатты соғып тұрды. Темір есіктің ар жағында оның әкесінің 15 жыл бұрын қалдырған құпиясы жатыр. Сейф ашылғанда ішінде 3 ақ зат болды. Ескі конверт, қара түсті флешка және кішкентай фотосурет. Айгүл суретті алды. Суретте жас Гүлнар тұр. Оның жанында Айгүлдің әкесі, ал екінші жағында бейтаныс ер адам. Бірақ Айгүл әлгі адамға қарағанда жүрегі шімете қалды. Ол адам Ерланға ұқсайтын. Бұл кім? Гүлнар үнсіз жылады. Оның аты Серік. Серік? Иә. Динара суретке жақындады. Бұл адамды мен танимын. Айгүл оған қарады. Қайдан? Ерланның үлкен ағасы. Бөлме ішіндегі тыныштық ауырлай түсті. Айгүл. Демек? Гүлнар көзін жұмды. Сенің туған әкең Серік. Айгүл қабырғаға сүйеніп қалды. Ал менің әкем деп жүрген адам. Ол сені өз қызындай қабылдады. Ол сені ешқашан кемсітпеді. Сенің дүниеге келгеніңді білгенімен шындықты саған айтпады. Неге? Гүлнардың ерні дірілдеді. Себебі Серік сол кезде үйленген адам еді. Оның отбасы бар болатын. Біз бірге бола алмадық. Ал Ерлан? Ерлан Серіктің інісі. Айгүл көзін жұма қалды. Бірнеше секундтан кейін, сонда мен Ерланға тұрмысқа шыққан кезде, Гүлнардың көзінен жас ақты. Сен оның ағасының қызы екенінде білмедің. Динара шошып. Ерлан білді ме? Гүлнар жауап бермеді. Айгүл бірден түсінді. Білген. Осы бір сөздің өзі бәрін өзгертті. Ол менің кім екенімді білген. Динараның даусы қатпыл шықты. Демек, ол сені кездейсоқ таңдамаған. Айгүлдің жүрегі ауырып кетті. Ол менің әкеме ұқсайтынымды айтқан еді. Гүлнар қызын құшақтағысы келді, бірақ Айгүл бір қадам шегінді. Неге мені құтқармадыңыз? Қызым, неге мені Ерланнан қорғамадыңыз? Мен оның сенің өмірме осылай кіретінін білген жоқпын. Ал әкемше, ол бәрін білді ме? Гүлнар конвертті көрсетті. Оқы. Айгүл конвертті ашты. Ішінде әкесінің қолымен жазылған ұзақ хат бар екен. Ол оқи бастады. Қызым, сен бұл шындықты білгенде мен де кінәлауым мүмкін. Бірақ мен сенің әкең болып өмір сүрген жылдарымның бір күніне де өкінбеймін. Сенің маған қан арқылы емес, жүрек арқылы қыз болғаныңды қалаймын. Айгүлдің көзінен жас тоқтамады. Серік, сенің туған әкең. Бірақ ол өмірінің соңына дейін өзінің қателігімен өмір сүрді. Ерлан бұл құпияны білген. Мен оған сені пайдаланбауды өтіндім. Айгүл хатты төмен түсірді. Әкем Ерланмен сөйлескен. Динара, қашан? Айгүл хатты жалғастырды. Мен Ерланға сенің кім екеніңді айттым. Ол сенен аулақ болуға уәде берді. Бірақ кейін менің мүлкім мен компанияма қатысты құжаттарды сұрай бастады. Сол кезде оның ойы өзгергенін түсіндім. Айгүлдің қолы қалтырады. Егер бір күні ол саған жақындаса, оған сенбе. Оның мақсаты мен қалдырған мүлікке жету. Айгүл көз жасын сүртіп, сонда менің үйленуімнің өзі? Динара ауыр күрсінді. Бәрі жоспарланған болуы мүмкін. Кенет флешкаға көзі түсті. Мұнда не бар екен? Олар банк қызметкерінен компьютер сұрап, флешканы ашты. Ішінде бірнеше бейне жазба бар. Бірінші файлдың атауы Ерланмен соңғы кездесу. Бейне қосылды. Экранда Айгүлдің әкесі мен Ерлан отыр. Мен саған соңғы рет ескертіп тұрмын, деді әкесі. Айгүлден аулақ бол. Ерланның даусы анық естілді. Мен оған үйленсем, мүлікке қатысты мәселе шешіледі. Айгүлдің жүрегі шым ете қалды. Сен оны жақсы көрмейсің бе, деді әкесі. Ерлан үнсіз қалды. Сосын, менің алдымен өз отбасымды құтқаруым керек. Бейне тоқтады. Айгүл экранға телміріп қалды. Динара ашумен жұдырығын түйді. Ол мүлік үшін бәріне дайын болған. Бірақ екінші бейне бұдан да қорқыныш, деді. Экранда Ерлан біреумен сөйлесіп отыр. Дауысы бәсен. Егер Серік тірі қалса, бәрі ашылады. Айгүлдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бұл не деген сөз? Гүлнар көзін жұмып. Мен бұл жазбаны ешқашан көрмегенмін.
Бейне жалғасты. Ерланның қарсысында отырған адам анық көрінбейді. Оны қалай тоқтатамыз? Ерлан: мен өзім шешем. Сол сәтте видео өшті. Айгүл орнынан атып тұрды. Бұл кісі менің әкемнің өліміне қатысы бар ма? Динара: бізге дәлел керек. Гүлнар флешканы қолына қысып: енді полицияға барамыз. Бірақ дәл сол сәтте банк қызметкері бөлмеге кіріп келді. Кешіріңіздер, сіздерді бір адам күтіп тұр. Кім? Өзінің атын айтпады. Бірақ сіздерге мына хатты беруді сұрады. Ол конвертті Айгүлге ұсынды. Айгүл ашқанда ішінен бір ғана сөйлем шықты. Егер Ерланның шын мақсатын білгің келсе, оның бірінші әйелінен сұра. Бірақ оған да толық сенбе. Айгүл Динараға қарады. Динараның жүзі өзгеріп кетті. Менің сізге айта алмаған бір нәрсем бар. Не? Ерланның бірінші некесі сен ойлағай ғана ажырасумен аяқталған жоқ. Қалай? Динара көз жасын сүртті. Оның бірінші әйелі болғаным рас. Бірақ менің балам... Ол сөзін аяқтай алмай қалды. Айгүл: балаңызға не болған? Динара терең дем алды. Ерланның ұлы жоғалып кеткен. Айгүл орнынан қозғала алмай қалды. Қашан? 12 жыл бұрын. Оны кім алып кеткен? Динара басын шайқады. Білмеймін. Сол кезде Айгүлдің телефоны шырылдады. Белгісіз нөмір. Ол көтерді. Ар жақтан жас баламен дауыс естілді. Апа, Айгүл қатып қалды. Кімсің? Бала жылап: мен Динараның ұлымын. Динараның қолындағы телефон жерге түсіп кетті. Ал ар жақтан бала: мені Ерланның өзі жасырған, деді. Мені Ерланның өзі жасырған. Телефонның ар жағынан шыққан баланың дауысы бөлмені тіліп өткендей болды. Динараның жүзі сұп-сұр болып кетті. Балам, деді ол сыбырлап. Телефонды қолынан түсіріп алған әйел бір сәтке дем алуды да ұмытып қалғандай еді. Айгүл телефонды қайта құлағына басты. Сен қазір қайдасың? Бала жылап жауап берді. Білмеймін, қараңғы бөлмеде отырмын. Жаныңда кім бар? Ешкім. Есікті аша аласың ба? Жоқ, сыртынан құлыпталған. Айгүлдің бойын қорқыныш биледі. Қорықпа, біз сені табамыз. Апа? Иә. Ерлан мені бүгін басқа жерге алып кетпек. Динара бірден телефонға ұмтылды. Балам, терезеден сыртқа қарай аласың ба? Кішкентай терезе бар. Не көріп тұрсың? Бала біраз үнсіз қалды. Үлкен қызыл қақпыш па? Динара бірден: қала сыртындағы қойма. Айгүл оған қарады. Қай қойма? Ерланның бұрынғы қоймасы. Мен оны білем. Олар полицияға хабарласты. Бірақ уақытты жоғалтпау үшін Динара мен Айгүл өздерде жолға шықты. Қала шетіндегі ескі қойма қараусыз қалғандай көрінді. Айналасында адам жоқ. Қызыл темір қақпа алыстан байқалады. Динара көліктен түскенде аяғы дірілдеп тұрды. 12 жыл. Не болды? Мен баламды 12 жыл бойы іздедім. Ол көз жасын сүртті. Күн сайын оның тірі екенін сезетінмін. Бірақ ешкім маған сенбеді. Айгүл оның қолынан ұстады. Бүгін оны табамыз. Екеуі қойманың есігіне жақындады. Құлып ашық тұр. Іштен әлсіз дыбыс естілді. Апа. Динараның жүрегі жарыла жаздады. Балан. Олар ішке жүгіріп кірді. Бірақ бөлме бос. Тек еденде ескі орындық пен баланың күртесі жатыр. Динара күртешені құшақтап: шоқ. Айгүл жан-жағына қарады. Қабырғада кішкентай камера орнатылған. Бізді біреу бақылап отыр. Сол сәтте экран қосылды. Экранда Ерлан пайда болды. Айгүл, сен тағда менің жоспарымды бұздым. Бала қайда? Ерлан үнсіз жымиып: Динара, 12 жыл бұрын жоғалтқан ұлыңды бүгін қайта таққың келе ме? Динара айғайлады: оған тиіспе. Мен оған тиіскен жоқпын. Оны сенің күйеуіңмен қорғадым. Өтірік. Ерланның жүзі өзгерді. Менің бірінші әйелім. Сен шындықтың жартысын ғана білесің. Динара, баламды сен алып кеттің. Иә. Бұл жауап бәрін үнсіз қалдырды. Бірақ мен оны өлтіру үшін емес, аман сақтау үшін жасырдым. Айгүл, неден қорғадым? Ерлан камераға жақындады. Оның атасынан. Динараның өңі өзгерді. Серіктен бе? Иә.
Серік өлді ғой. Өлген адамнан емес, оның артында қалған адамдардан. Айгүл басын шайқады. Мен ештеңе түсінбей тұрмын. Ерлан күрсінді. Себебі саған бәрін айтпадым. Ендеше қазір айт. Сенің әкең Серік емес екенін білдім. Айгүлдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Не? Сенің туған әкең Серік. Бірақ Серіктің өмірінде тағы бір үлкен құпия болды. Қандай? Оның заңсыз бизнесі болған. Динара, бұл мүмкін емес. Мүмкін. Және сол істің құжаттары сенің әкеңнің атына жазылған. Айгүл, сондықтан мүлік дауы басталды ма? Жоқ, мәселе одан да үлкен. Ерланның даусы ауырлады. Сол құжаттарда бір адамның аты бар. Ол адам әлі тірі. Кім? Экран бір сәтке өшіп қалды. Сосын Ерлан. Сенің туған әкеңнің серіктесі. Айгүл, оның аты кім? Бірақ экран пайда қарай түсті. Байланыс үзілді. Полиция қойманы тексерді, бірақ баланың ізі табылмады. Динара жерге отырып қалды. Мен тағы да оны жоғалтып алдым. Айгүл. Жоқ, біз оны табамыз. Сен қайдан білесің? Өйткені енді меніңге жоғалтатын ештеңем жоқ. Олар үйге қайтпақ болғанда, Динараның телефонына хабарлама келді. Бала аман. Оны табу үшін ескі аурухананың архивіне бар. Динара. Бұл не, ойын? Айгүл. Біз баруымыз керек. Ескі аурухананың жертелесіндегі архивте жүздеген қорап жатты. Қызметкер олардың сұраған құжаттарын ұзақ іздеді. Ақыры 2011 жылғы медициналық жазбаларды алып шықты. Динара құжаттарды ақтара бастады. Бір кезде ол қатып қалды. Айгүл, не болды? Мынау сенің туу туралы жазбам. Айгүл құжатты алды. Онда туған күні, туған жері және анасының аты көрсетілген. Бірақ әкесінің аты жазылған жерде бос жол тұр. Мұнда әкемнің аты жоқ. Иә. Динара келесі бетті аударды. Сол жерде дәрігердің қолымен жазылған қысқа жазба бар еді. Балаға биологиялық әкесінің аты кейін енгізіледі. Айгүл, неге енгізілмеген? Динара, өйткені сол күні ауруханаға бір адам келген. Кім? Динара құжаттың төменгі жағындағы қолтаңбаға қарады. Ерлан. Айгүлдің жүрегі су ете қалды. Ерланмен туылған күні ауруханада болған ба? Иә. Айгүл қабырғаға сүйенді. Сонда ол менің кім екенімді бұрыннан білген. Динара, бәлкім. Сол сәтте архивтің есігі тарс жабылды. Екеуі жалт қарады. Бөлме сыртынан біреудің жүрген дыбысы естілді. Мұнда тағы біреу бар, деді Динара. Айгүл есікке жақындады. Кім бар? Жауап жоқ. Есік ашылғанда дәліз бос еді. Бірақ еденде жаңа ғана тасталған конверт жатты. Айгүл оны алды. Ішінен баланың суреті шықты. Суреттің артында ол сенің күйеуіңнің баласы ғана емес. Ол сенің өткеніңе апаратын жалғыз куәгер. Динара суретті көргенде. Бұл менің балам. Ал суреттің төменгі бұрышында тағы бір адам бейнеленген. Айгүл әлгі адамды көріп шошып кетті. Бұл кімді таныдың? Менің әкемнің досын. Динара суретті қолынан жұлып алды. Ол Ерланның әкесі. Айгүл. Не? Динараның даусы бәсеңдеді. Демек бұл отбасының барлығы осы іске араласқан. Сол сәтте арттарынан ер адамның даусы естілді. Ақыры түсіме бастадыңдар. Екеуі бұрылды. Дәліздің қараңғы шетінде Ерландыр. Бірақ бұл жолы ол жалғыз емес еді. Оның жанында жас жігіт тұр. Динараның тынысы тарылды. Балам. Жігіт анасына қарай бір қадам жасады. Бірақ Ерлан оның иығынан ұстап қалды. Әуелі Айгүл сөйлессін. Айгүл оған қарады. Сен менен не қалайсың? Ерланның даусы шашаңқы шықты. Мен сенің мүлкіңді де, ақшаңды да қаламаймын. Онда неге бәрін жасадың? Ерлан көзін жұмды. Себебі сенің өміріңе қауіп төніп тұр. Мен сені өзінен емес, әкемнен қорғауға тырыстым. Айгүлдің жүрегі дүрсілдеді. Әкең? Ерлан артына қарады. Иә. Ол кім? Ерлан үнсіз тұрып. Сенің әкеңді өлтіруге бұйрық берген адам.
Динараның қолы қалтырады. Ал жас жігіт кенет Ерланның қолын қағып жіберіп, «Әке, енді өтірік айтпа». Ерлан оған бұрылды. «Үндеме». Жігіт анасына қарай жүгіріп келді. Динара баласын құшақтап, көз жасына ерік берді. Ал Айгүл Ерланға телміріп тұрды. «Сенің әкең менің әкемді өлтірді ме?» Ерлан жауап бермеді. Сол үнсіздік бәрінен қатты жауап болды. Бірақ дәл сол сәтте дәліздің ар жағынан оқ атылғандай қатты дыбыс естілді. Шамдар бірден өшті. Қараңғылық орнады. Біреу айқайлады. Динара баласын құшақтап, «Айгүл!» Айгүл оның дауысын естіп, «Мен осындамын». Сол кезде қараңғылықтан бір адамның суық дауысы шықты. «Ерлан, сен тым көп сөйлеп кеттің». Жарық қайта жанғанда Ерлан жерде жатыр еді. Ал оның жанында қанға боялған қара папка тұрды. Папканың сыртында бір ғана жазу бар. Серік Айгүлдің туған әкесі емес. Айгүлдің жүрегі тоқтап қалғандай болды. Сереск Айгүлдің туған әкесі емес. Айгүл қара папкаға телміріп қатып қалды. Жаңа ғана болған атыстан кейін аурухананың жертөлесі абыр-сабыр болып кеткен. Динара ұлын құшақтап отыр, ал Ерлан еденде жарақаттан жатқан. Айгүлдің көкейінде бір ғана сұрақ тұрды. Онда менің туған әкем кім? Ешкім жауап бермеді. Полиция қызметкерлері жүгіріп келіп, Ерланға алғашқы көмек көрсете бастады. «Жедел жәрдем шақырыңдар». Динара баласын қысып ұстап, «Қорықпа балан, енді ешкім сені менен тартып ала алмайды». Жас жігіт көз жасын сүртіп, «Апа, мен сізді күнде күттім. Мен де сені күнде іздедім». Екеуінің құшақтасқанын көрген Айгүлдің жүрегі елжіреді. Біреулер өз баласын 12 жыл күтіпті, ал ол өзінің кімнен туғанын 30 жылға жуық білмепті. Ерлан ауруханаға жеткізілді. Айгүл оның соңынан барды. Бірақ ішке кіргенде оның алдында бұрынғыдай күйеуін емес, бар сырын жоғалтқан, шаршаған адамды көрді. Ерлан төсекте жатты. «Айгүл, сөйлеме. Мен бәрін түсіндіре аламын». «Жоқ, енді сен мені түсін». Айгүл оның жанына отырды. «Мен саған сеніп тұрмысқа шықтым». Ерлан көзін жұмды. «Білемін. Сен менің кім екенімді білдің». «Иә». «Сен менің әкемнің кім екенін де білдің». «Иә». «Сонда неге маған үйлендің?» Ерлан ұзақ үнсіз отырды. Басында менің мақсатым басқа болды. Айгүлдің көзінен жас шықты. «Қандай мақсат?» «Мүлік». Осы сөзді естігенде Айгүл көзін жұмды. Демек, анам дұрыс айтқан. Бірақ кейін бәрі өзгерді. «Қашан?» «Сенің қандай адам екеніңді түсінгенде». Айгүл ащы жымиып, «Мен саған сеніп қалдым. Сен мені алдадың». «Иә». «Мені сүйдің бе?» Ерлан көзінен жас шығарып, «Кейін шын сүйдім». Айгүл үндемеді. «Бірақ махаббатымның өзі сенің өміріңе әкелген зиянды ақтай алмайды», деді Ерлан. Бұл жолы Айгүл оған жауап бермеді. Бірнеше күннен кейін полиция Ерланды тергеуге алды. Мүлікке қатысты барлық құжат тексерілді. Айгүлдің атына рәсімделген мүліктердің бір бөлігі заңсыз жолмен жасалғаны анықталды. Бірақ ең маңызды жаңалық кейін белгілі болды. Сейфтегі құжаттар бойынша Айгүлдің туған әкесі Серік емес екені расталды. Серік оны бала кезінен қорғаған адам болған, ал биологиялық әкесі Гүлнардың бұрынғы танысы Қайрат екен. Қайрат кезінде заңсыз бизнеске араласқан, кейін бәрін тастап басқа қалаға кеткен. Айгүлдің әкесі деп жүрген Серік шындықты білген. Сол себепті ол Айгүлді өз қызындай өсірген. Ал Ерланның әкесі Қайраттың бұрынғы серіктесі болған. Мүлік дауының тамыры да осы ескі оқиғаға барып тірелді. Бірақ ең ауыр шындық басқа еді. Айгүлдің әкесі Серік Ерланның әкесінің қылмысын әшкерелемек болған. Сол үшін оған қауіп төнген. Оның өлімі кездейсоқ болмаған. Тергеу барысында көптеген жыл бойы жасырылған дәлелдер табылды. Ал қара папкадағы құжаттар осы істің шешуші дәлеліне айналды. Бір ай өтті. Айгүл күйеуімен ажырасуға шешім қабылдады. Бұл шешімді қабылдау оңай болған жоқ. Ол Ерланды жек көргісі келді. Бірақ жүрегінің бір түкпірінде оған деген аяныш та бар еді. Себебі адам кейде өз жасаған қателігінің тұтқыны болып қалады.
Ерлан мүлікке қатысты заңсыз әрекеттер үшін жауап берді. Бірақ ол тергеуге көмектесіп, әкесінің қылмыстары туралы барлық ақпаратты ашып берді. Осы арқылы көптеген адамдардың жоғалған мүлкі қайтарылды. Ал Динара 12 жылдан кейін баласын қайта тапты. Бұл бәрінен үлкен қуаныш еді. Бір күні Айгүл анасының үйінің ауласында шай ішіп отырды. Гүлнар қызына ұзақ қарады. Қызым, иә мама, мен сен үшін көп ойындадым. Айгүл анасының қолын ұстады. Мен де көп нәрсені түсіндім. Нені? Айгүл терең дем алды. Адамның өміріндегі әрбір сынақтың ішінде бір сабақ болады екен. Гүлнар көз жасын сүртті. Қандай сабақ? Мен бақытты байлықтан іздедім. Сыртқы жағдайға қарадым. Бірақ ең маңызды нәрсені ұмытыппын. Нені? Адамның шынайы мінезін. Гүлнар қызының маңдайынан сүйді. Ең бастысы, сен оны кеш түсінсең де түсіндің. Айгүл аспанға қарады. Бір кезде өзі армандаған үлкен үйі, қымбат көліктері, сәнді өмірі бәрі маңызсыз болып қалған. Оған қазір анасының амандығы, жақындарының жанында болғаны және жүрегінің тыныштығы қымбат еді. Бірнеше айдан кейін Айгүл әкесінің ескі үйін қайта жөндеуге шешім қабылдады. Ол үйді сатпады. Әкесінің алма ағашында кестірмеді. Керісінше, аулаға тағы бірнеше ағаш отырғызды. Динара мен оның ұлы да жиі келіп тұратын. Бір күні Динара: «Сен көп нәрседен айырылдың» деді. Айгүл жымиып: «Иә. Бірақ қазір бақыттысың ба?» Айгүл біраз ойланып: «Бақыт деген бәрі қалағанындай болуы емес екен. Онда не?» «Бақыт қиындықтың ішінде де шүкір дей алатын жүрек». Динара үнсіз қалды. Айгүл жалғастырды: «Бұрын мен неге дәл мен деп жылайтынмын. Қазір осы сынақтан аман алып шыққаныңа шүкір деймін». Арада бір жыл өтті. Айгүл өз кәсібін бастады. Анасына жайлы үй алып берді. Динараның баласы оқуына қайта кірісті. Ал Ерлан жазасын өтеу барысында заңсыз істерге араласқанын мойындап, істің барлық шындығын ашуға көмектесті. Ол Айгүлге соңғы рет хат жазды. «Айгүл, мен сенің өміріңді қиындаттым. Мұны ешқандай сөзбен ақтай алмаймын. Сен мені кешірсең де, кешірмесең де, оған толық құқығым бар. Мен тек бір нәрсені түсіндім. Адам байлық үшін жүрегін жоғалтса, қолындағы дүниенің бәрінен айырылғаны сол екен». Айгүл хатты оқып шықты. Сосын оны бүктеп қойды. Ол Ерланды қайта қабылдаған жоқ. Бірақ жүрегінде кек сақтамауға шешім қабылдады. «Кешіру қайтадан бірге болу емес», деді ол анасына. «Кешіру жүрегіңді ауыр жүктен босату». Гүлнар басын изеді. «Дұрыс айтасың, қызым». Кешкісін Айгүл әкесінің қабіріне барды. Жанына гүл қойды. Ұзақ үнсіз тұрды. «Әке». Ол алғаш рет бұл сөзді ерекше сезіммен айтты. «Сіз мені туған қызымыз болмаса да, өз қызымыздай қорғадыңыз. Мен мұны кеш білдім». Көзіне жас толды. «Мен сізді ешқашан ұмытпаймын». Жел баяу соқты. Алыста ағаштардың жапырағы сыбдырлады. Айгүл қолын жайып: «Аллаға шүкір» деді. «Мен көп нәрседен айырылдым. Бірақ ең маңыздысын жоғалтпадым. Анам қасында. Жүрегім аман. Шындыққа жеттім. Қателігімді түсіндім». Ол орнынан тұрды. Өмірінде алғаш рет өткеніне өкінішпен емес, сабақ ретінде қарады. Сол күннен кейін Айгүл бір нәрсені ешқашан ұмытпады. Адамның таңдауы оның бүкіл тағдырын өзгертуі мүмкін. Бірақ дұрыс емес таңдау өмірдің соңы емес. Кейде Алла адамды бір жолдан бұрып, екіншісіне алып келеді. Біз сол сәтте неге бұлай болғанын түсінбеуіміз мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, оның артында үлкен хикмет жатқанын аңғарамыз. Айгүл де соны түсінді. Ол бір кездері «Мен неге осындай адамға жолықтым» деп жылаған еді. Кейін «Мені осы сынақтан аман алып шыққаныңа шүкір» деді. Себебі кейде адам жоғалтқан дүниесі үшін қайғырады. Ал шын мәнінде Алла оны әлдеқайда үлкен қауіптен құтқарып жатқан болуы мүмкін. Айгүл жар таңдауда қателесті. Бірақ сол қателік оның өмірін толықтай құртқан жоқ. Керісінше, ол оған адамның байлығын емес, ниетін, сөзін емес, ісін, уәдесін емес, мінезін бағалауды үйретті. Ал ең бастысы, ол шүкір етуді үйренді.
себебі кейбір сынақтар адамды сындыру үшін емес, оны ояту үшін келеді.